Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге баклажан қосылып жасалатын лечонның рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Салатты ең бірінші баклажанды тураудан бастаймыз. Баклажанды өзіңіздің қалауыңыз бойынша ірі етіп турасаңыздар болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай мен ұзынша етіп үшбұрыш пішініне келтіріп турап алдым. Егер баклажандарыңыз майда баклажан болса, домалақ етіп немесе жарты ай пішінінде турап алсаңыздар болады. Барлық баклажанды турап алғаннан соң үстіне бір ас қасық тұз салып, су құйып, барлық баклажан бататындай етіп су құйып, бетін тарелкамен жауып қоямыз. Бұл біздің баклажандарымыздың ащысы, яғни қышқылы шығып кету үшін. Енді болгарский перецтерімізді, яғни болгар бұрыштарымызды тураймыз. Ең бірінші оларды жақсылап тазалап жуып алып, содан соң осылай ірі етіп үшбұрыш секілді турап аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Пиязды да жақсылап жуып тазалап алып, осылай ірі етіп тураймыз. Өте майда қылудың керегі жоқ. Көріп тұрғандарыңыздай, үлкен пияз болса, ортасынан бір бөліп немесе осылай турап аламыз. Содан соң чесноктарымызды да осылай дөңгелек күйінен турап, үлкендеу чеснок болса ортасынан бір бөліп, майдасы болса осылай дөңгелек етіп, барлығын осылай қолмен турап шығамыз. Жақсылап жуып тазалап алған помидорларымызды артық жерлерін алып тастап, 3-4 бөліктерге жай ғана бөліп аламыз. Себебі мясорубкадан өткізіп алатын боламыз. Жай ғана осылай 4 бөлікке бөліп аламыз. Барлық помидорларымызды жуып алғаннан соң осылай мясорубкадан өткізіп аламыз. Барлығын турап дайындап алғаннан соң газдың астын жағып, майды құйып, бірден үстіне мясорубкадан өткізген помидорларымызды осылай салып аламыз. Осылай ең бірінші помидор мен майды араластырып қайнағанын күтеміз. Помидорларымыз қайнады. Үстінен пиязымызды салып, үстінен болгарский перецтерімізді, яғни қызыл және көк болгар бұрыштарымызды салып, араластырып, біздің помидорымызға батырып, қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан соң тұзын және қара бұрыш, 30-40 дана қара бұрыш, соң 4-5 дана лавровый лист салып, батырып, бетін жауып 15 минутқа қайнатамыз. 15 минут өтті. Енді баклажандарымызды судан алып, жақсылап суын сырқып, үстінен саламыз. Баклажандарды помидормен араластырып, жақсылап араластырып алып, оны да тағы да 15 минут қайнатамыз. Баклажандарымыз 15 минут қайнағаннан соң үстінен чеснок саламыз. Барлық чеснокты осылай салып жіберіп, үстінен 2 ас қасық қант саламыз. Қант бұл жерде бізде помидордың ащысын алу үшін. Жақсылап араластырамыз. 2 ас қасық уксус құямыз.
Сонан соң бетін жауып 5-10 минут тағы да қайнатамыз. Мінекей біздің салатымыз енді дайын болды. Енді алдын ала стерилденген банкаға салатымызды лечоны банкаға орналастырмас бұрын тұзын тағы да бір рет тексеріп көріп алыңыздар. Яғни ащылығын байқаған болсаңыздар, бұл салатқа ащы бұрыш қосылмады. Яғни ащы бұрыш ұнамайтын, асқазанына жақпайтын кісілер болса, осы салатты міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Мінекей лавровый листтерді егер өте ірі болса алып тастасаңыздар да болады. Енді қақпағын, яғни крышкасында қайнаған судан алып, осылай майлықпен жақсылап бекітеміз. Ауа кіріп тұрған жоқтығын осылай тексеріп аламыз. Барлығын жауып болғаннан соң төңкеріп міндетті түрде одеялға ораймыз. Міне суып бірнеше күн өткеннен кейін түсіріп жатырмын мына видеоға. Меніңше бұл жерде мен кішкентай банкаларға жабуға тырыстым. Ашқан кезде тез жиыну үшін міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар.